Қазақ елі, қазақ жері, жалпы қазақтар жайлы хадистер бар ма? Енді менің айыбым деп біліңіздер. Өз басым бізде енді университетімізде сондай бір қызық жайт болатын. Үлкен мұхаддис кісілер өзінің риуаяттарын пайғамбарымызға шейін жеткізіп келіп хадия қылатын уақыттар болатын. Соларға шамам жеткенше қатысып, сол кісілерден хадис жазатынмын. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахих қазақтың даласы, сол жердегі қазақ халқы туралы айтылған 4 хадисті білемін. Сахих хадистер. Біздің қазақтың даласы туралы, қазақтың халқы туралы айтып кеткен. Соның біреуін айтатыным, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: сіздер солтүстікке қарай шықсаңыздар, Қазуин, яғни Каспий теңізіне қарай жақындағанда, беті жалпақ, үстеріне көн киетін, тері былғары киетін, киіз киетін халықты табасыздар. Оларды түрік деп айтады. Олар сіздерге тимесе, тимеңіздер деген сөзі бар. Бұдан да бөлек басқа осы мағынадағы бірнеше хадистары бар. Біздің қазақ елін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біліп кеткен, айтып кеткен. Біздің тағы да бір айтатыным, осы жерді пайдалана отыра, біздің қазақтың жерінен көп адамдар ойлайды. Біз бұл тарихты білмегендігімізден, бауырлар. Бұл сіздің біздің надандығымыздан. Оны оқуымыз, ізденуіміз керек. Қазақта сөз бар: өлі разы болмай тірі байымайды деген сөз бар. Тарихты үйренбей біздің тіршілігіміз оңалмайды деген сөз. Тарихымызды білмей біз болашағымызды таппаймыз. Өлі дегені сол тарих қой, өліп қалған нәрсе. Бірақ соны разы қылмай дегені сол тарихты үйреніп, сол жердегі қателіктерді үйренбей тірі байымайды. Мына дүниеде біз болашақта жақсылыққа жетпейміз. Біздің Қазақстанда мысалы Сырдың бойында 60-қа жақын қала болғанын білесіздер ме? Сырдың бойының өзінде 60-қа жақын қала болған. Оның әрқайсысында мәдениет болған. Сол жерлерде кітапханаларда болған. Отырардың атақты кітапханасы туралы естімеген адам жоқ шығар. Білесіздер ме? Біздің қазақтың жерінен ислам әлеміне әйгілі болған ғалымдар да шыққан. Ислам әлеміне дін тұрғысынан әйгілі болғандар. Жарайды, мен Әл-Фарабиді айтпай-ақ қойын. Ол кісі енді қатты дін тұрғысынан не болған жоқ. Ол кісі жаңағыдай өзінің басқа, мысалы, есеп қисап жағынан, басқа жағынан. Мен дін тұрғысынан дін тұрғысынан үлкен елеулі ғалымдар да шыққан. Бірақ біз оны білмейміз. Білесіздер ме? Байқайсыздар, соны әдейі айтып жүруді жөн көрдім. Мысалы, Түркістанның жанында Итқан деген жер бар. Итқан деген жер бар. Оның тыны түсіп қалған, қазір Иқан деп айтады. Негізгі түпкі аты Итқан. Томен айтылады. Итқанун деп айтылады да, яғни. Итқан деген жер бар. Сол жерден бір кісі Сирияда патшаның алдында үлкен бір еңбек жазады. Ол кісінің аты Қауамуддин әл-Итқани әт-Түркистани. Сол кісі, мынау Шафи мазхабының ең соңғы мұжтахиді деп саналатын, ең соңғы теңізі, дариясы деп саналатын Тақиуддин Субуки деген кісіні патшаның алдында қол көтеріп намаз оқудың дәлелі төмен, қолды кіндіктің астына қойып оқудың дәлелі дұрыс екендігін халифаның алдында дәлелдеп берген трактаты тұр. Муштахид адамды сөзбен, ғылыммен, біліммен тоқтатқан адам біздің қазақтың жерінен шыққан ғалымдар болған. Ондай ғалымдар иншалла шығады деп ойлаймын әлі де. Бірақ сол ғалымдар шығу үшін сіздер мен біздер, бауырлар, осы асыл дәстүрлі дінімізге көңіл бөлуіміз керек. Ықылас қоюымыз керек, махаббат қоюымыз керек.
Қазіргі дүниені қысып тұрған заманда көп адам дүние менен, теңге менен ойлайтын заман болса да, бір балаңызды болсын, сол дінге ықыласы бар балаңызды қолдап, қуаттап, соны дұрыстағаныңыз жөн. Иә, мен дінге ықыласы бар, жақсысын деп отырмын. Бізде медреселерде оның енді біреуге күлкілі, маған ол көзіме жас алып келетіндей, соншалықты ішімді қайнататындай ашынарлы нәрсе. Біздің Қазақстанда мысалы 9 медресе болатын болса, медресеге балаңызды алып кел десек, кілең ойдан қашқан, қырдан қашқан, троечник, двоечник, полицияда 5-6 рет неде тұрған, учетта тұрып, басқа выход таба алмай, амал жоқтан адам қылатын бір жер осы медресе шығар деп алып барған адамдар толтырады медреселерді. Солар әйтеуір шама жеткенше түзеліп, халқың арасына қосылып, әжептер тақуа боп, иман боп кетіп те жатқандарын көресіз. Солардың таңғаласыз. Солардың өздері сондай дәрежеге жетіп жатса, ал енді сол жерлерге сіз беспен оқитын, алғыр, мысалы осы өлкеден өткен Мәшһүр Жүсіп сияқты өткір жігіттерді, қыздарды сол медреселерге тапсырсаңыздар, осы Мәшһүр Жүсіп сияқты елдің ішіне, мына қазақтың аспанына шыққан жұлдыздар болады. Тек біздің қазақтың емес, бүкіл ислам әлеміне қызмет қылатын үлкен ғалымдар шығады. Біздің сол жалқаулығымыз соны істетпей отырған бауырлар. Сол үшін айтатыным сіздерге, жақсы оқитын, жаттау қабілеті мықты, алғыр балаларды тәрбиелеп, сондай медреселерге беріп, өте мықты мамандар шығару, ол сіздің, біздің әлі де мойнымыздағы міндетіміз.